Ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін табиғатта аялап, суды ыдысымен ішеміз. Қоқыс жанар майды алмастырады. Нанотехнология қоқыстан энергия алатын мүмкіндік ұсынып отыр. Шөлді басу. Ұлыбританияда жасалған шарлар көңіл көтеріп экологияны аялауға үндейді. Енді қоқысты да энергия көзі ретінде пайдаланамыз. Ұлыбритания ғалымдары халықты үнемшілдікке шақырып отыр. Олар қоқыстан сутегін алу тәсілін жетілдірді. Адамзат әуел-сәуелден биомассаны энергия көзі ретінде пайдаланып келеді. Оған ағашты немесе целлюлозадан тұратын жанғыш материалдарды жатқызамыз. Ал Кембридж университетінің химиктері қоқыстан джоули энергиясын алу тәсілін ұсынды. Ол үшін арнайы нано бөлшектерді пайдалану керек дейді. Негізі қоқыстан сутегін алу тәсілі әуел-сәуелден бар, бірақ тиімсіз еді. Енді ғалымдардың өнертабысынан кейін жағдай өзгеретін сияқты. Біз нано бөлшектерден тұратын фотокатализаторларды қолданамыз. Олардың өлшемі 5 нанометрге тең. Күн сәулесін көптеп тартады. Сөйтіп биомасса көмірқышқыл газына айналады. Сутегі бөлінген сайын судың өзі ыдырай бастайды. Әдеттегіде биомассаны отын ретінде қолданудан біртіндеп бас тарту керек. Бұл ғалымдардың үндеуі. Ағаштың өзі азайып барады дейді. Ал қоқыс керісінше жер бетін жайлап барады. Ұлыбритания ғалымдарының өнертабысы жетілдірілсе, көлік жанар майы да қоқыстан жасалатын күнге жетерміз. Әзірге химиктер өнертабысты патенттеп, инвесторлармен келіссөз жүргізіп жатқан көрінеді. Оларға технологияны өндіріске енгізетін сенімді серіктес қажет. Табиғаттан шабыт алғандар. Бұл биологтарға қатысты теңеу болса керек. Стэнфорд университетінің қабырғасында тоты құстың әрбір қимылы, оның ұшу тәсілі зерттеліп жатыр. Осының нәтижесінде шағын ұшақтар мен дрондар жасау көзделген. Сырт көзге ғалымдар тоты құсты қолға үйретіп жатқандай көрінеді. Қанатын қаққан сәті бірнеше камераға жазылады. Сөйтіп, тоты құс қимылының 3 өлшемді моделі жасалады екен. Осы техниканың арқасында бірнеше қызықты фактілер анықталды. Тотығыз 50-60 градус бұрышта қанатын сермейтінен байқадық. Бұл тиімсіз сияқты. Ал ұшақтардағы көрсеткіш 10 градус шамасында. Анықталғандай, құстар осылайша қатты ауа ағынына төтеп беріп, бір режимнен екінші режимге ауысып отырады екен. Америка ғалымдарының өнертабысын шағын ұшу аппараты мен дрон құрастырушылары пайдалануы мүмкін. Аптап ыстықта келіп қалды. Ендеше келесі жаңалықта айналып өту мүмкін емес. Лондондағы Skipping Rocks Lab стартапының жастары суға толы шарлар жасапты. Шөл басатын экологиялық таза тәсіл дейді өздері. Іші суға толы шардың дәмін көргені де арманда, көрмегені де арманда. Бірақ көпшілігі таңданысын жасырмады. Жұмсақ шарлар ауыз қуысында жарылып, су да сыртын қаптаған пленкасы да ішке кетеді. Адамның көңілін көтеріп шөлін басатын бұл шарларды ухо деп атапты. Оны жасаудағы мақсат қызыққа бату емес, қоршаған ортаны ластанудан сақтау. Жоба авторлары сусынның қай түрін болмасын осындай ыдысқа құйып сатуды ұсынады. Сонда ғана жер ананы ластанудан сақтап қаламыз дейді. Көп адам пластик құтыны қолданса 5-ақ минут ұстайды. Ішіндегі суын ішіп болған соң лақтырады. Одан не болды? Пластик 700 жыл бойы ыдырамай жататынын ескерсек, жағдай күрделі. Ендеше мұндай шарлардың маңыздылығы артып отыр. Ухо био ыдырағыш материалдан жасалған. Нақтыласақ, балдырдан тұрады екен. Ендеше бұл қаптаманы тұтынуға болады. Және ол беріктігімен де ерекшеленеді. Компаниядағылар суды 2 қабат қаптамаға құйғанды қалайды. Мысалы, қалтасына шарды салып жүрген адам сыртында қаптаманы алып қалғанын аузына салады. Судың дәмін көргендер бұл өнертабысты басқаша шот деп атап кетті. Ендеше осыны ескеретін жоба авторлары алкогольді сусындардан тұратын ухоны саудалайтын күн алыс емес сияқты. Осымен өзектері қызықты ақпараттарымыз тәмам. Бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарда хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесіде кездескенше.